Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен бірінші сыныпқа арналған қалада тақырыбында диктант жазатын боламыз. Барлығы мәтінде 18 сөз. Қазір мен сіздерге мәтінді толық оқып беремін. Содан кейін диктантты жазуға кірісеміз. Диктант бірінші сыныпқа арналған. Қалада әкем екеуміз қалаға бардық. Қалада нағашы атам тұрады. Ол жазушы әрі ғалым. Көп кітаптар жазды. Атамның немерелері көп. Диктантта 18 сөз бар. Ал енді достар, диктантты жазуға кірісейік. Тақырыптың аты қалада. Жазамыз қалада. Қалада. Бірінші сөйлем. Әкем екеуміз қалаға бардық. Әкем екеуміз қалаға бардық. Әкем екеуміз қалаға бардық. Келесі сөйлем. Қалада нағашы атам тұрады. Жазамыз қалада нағашы атам тұрады. Қалада нағашы атам тұрады. Келесі сөйлем. Ол, сызықша қоямыз, жазушы әрі ғалым. Ол, сызықша, жазушы әрі ғалым. Келесі сөйлем. Көп кітаптар жазды. Жазамыз көп кітаптар жазды. Көп кітаптар жазды. Келесі соңғы сөйлем. Атамның немерелері көп. Жазамыз атамның немерелері көп. Сөйлемді тексерейік. Атамның немерелері көп. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқимын. Содан кейін экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Бағалау критериялары
видеоның астында жазылған. Қалада. Әкем екеуміз қалаға бардық. Қалада нағашы атам тұрады. Ол жазушы әрі ғалым. Көп кітаптар жазды. Атамның немерелері көп.